Алтын көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Осы бір шақыру билетіндегі озвучканы жасау жолдарымен бөлсемін. Яғни бір ғана фишка, бір ғана кнопка арқылы осындай керемет дауысты шығарудың жолымен бөлсемін. Бұл артындағы фон менде дайын футажи каналымда бар. Ол жерге доступ ақылы сіздер 2000 теңгеге мәңгілікке доступ алу арқылы ие бола аласыздар. Ал менің бұл каналым Алтынайский. Бұл жақта осы озвучка жасаудың қазақша 3 түрлі жолы деген видео бар. Сол жақтан басқа 2 жолын қарайсаңыздар болады. Жоғалтып алмас үшін подписка жасап алыңыздар. Ал енді бұл канал, бұл сайт narakit.com деп аталады. Тоже сол видеода да көрсеткен болатымын. Мына жерде мен сіздерге бір фишкасымен бөлсем, осы бір сайттағы озвучка жасаудың. Осы narakit.com деген сайтқа кіргеннен кейін text to speech audio дегенге кнопканы басамыз. Бұл жерде потом language деген жерден тілімізді табамыз. Қазақ деген тілді. Қарасаңыздар, өте көп варианттар бар. Мінекей қазақ. И voice деген жерде бұл 4 искусственный интеллекттің дауыстары бар. Соның ішінде бізге керегі Берік деген кісінің дауысы. И скрипт деген жерге біз алдын ала жасаған текстімізді қоямыз. Яғни ол анау құрметтіден бастап той иелері, қош келдіңіздер, құрметпен, это не деп айтышыды, қуанышымызға ортақ болғандарыңызға рахмет дегендей барлығын жазамыз осы жерге тексті полностью. И тоқтайтын жерге сіздер міндетті түрде үтір нүктесін қойыңыздар, потому что олар интонацияны білмейді, судыратып оқып шығады. Сондықтан 18:00 деп қана аяқтайды, сондықтан 18:00 деп жазып, кішкене демалатын жерге үтір нүктесін қойып, create audio деген кнопканы басамыз. Тыңдап көреміз. Ана жерде менде 11 қана қалды. Алдында 20 ма сондай болған. Жасаған сайын сіздерде бұл азая береді мүмкіндіктер. Тегін версиясы ғой. Түркістан облысы, Мырзакент қалашығы, Жиделі Байсын тойханасы. Тыңдап көреміз. Аудио ұнап жатса, download деп басамыз. Немесе new audio деп келесі барып қайтадан түзеп шықсаңыздар болады. Download деп загрузить кнопкасын басқаннан кейін мына жақта браузерде сақталады. И осы жақтан қайтадан біз файлдың арасына сақтап аламыз. Өзіміздің сүйікті CapCut приложениемізге кіреміз. Осы жақта мінекей мен жасап жатырмын. Мына жерде жасап қойған видеом. И бұл жерге керекті текстіміздің текст тұрады ғой, соның жанына астына аудиосы керек бізге. Сол жерге барып біз звук бөлімінен бағанағы көшіріп алған звукымызды алып келіп қоямыз. Мінекей. Шақырамыз. Звуки бөліміне барамыз. И нарықтан файлдың кнопкасын басамыз. Из файлов деп. Import из файлов. Потом бағанағы көшірген файлымызды белгілейміз де открыть дейміз. Той салтанаты 22 қараша сағат кешкі. Жандағы плюсик кнопкасын басамыз да, осы қай жерге оқылу керек, сол жерге алып келеміз. Сіздерді балаларымыз Жәнібек пен Жібектің үйлену тойына арналған. Енді осындай бір дауысты алу үшін бізге мына жақта мүлдем басқаша, я. Осы жерде біз скоростьқа барамыз да, кішкене 0.9-ға түсіреміз. И тон деген кнопканы басамыз. Сол кезде басқаша болып өзгеріп шығады. Плечканы басып сақтаймыз да. И бізге қай жерден керек, зон аудио болып тұрады ғой. Соған разделить деген кнопка арқылы бөлеміз дағы. Келесі мекен жайымыз дегендік бір бөлек, той салтанаты дегендік бір бөлек дегендей келтіріп бөліп қоямыз. Мінекей үстіндегі мендегі арасында мынандай промежуток қалып қалады ғой. Тура солай бөліп әкеліп қоямыз. Ол деген керекті аудиомыздың үстін белгілейміз дағы. Тағы да көрсете кетейін мына жерден.
белгілеген кезде осындай аппақ болады, и астында разделить деген кнопканы басып екіге бөліңіз. Потом осы бөлігін текст басталған жерге алып келіп қойып, өзіңіздің қажетті бөлігіңізді озвучка жасай аласыз. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Қош сау болыңыз.